Құрметті тыңдаушылар, өте бір болашаққа деген бір дана ата-бабаларымыздан қалған ұлылардан ұлағат болсын дейтін бір үлкен бір мағынасы бар кітап жазылған. Сол туралы сіздермен ойымды бөліскім келді. Жалпы алғанда өмір сүрудің мән мағынасы, алыс пен жақыны, өңір мен астары, дұрыс пен бұрыстың терең ойлап, парасатты осы кітапты Қабуснама деп жазып кеткен Қайқауыз патшаның кітабы туралы сіздермен ой бөліскім келеді. Бұл өте аса бағалы педагогикалық мағынасы бар, мәні бар. Әсіресе осы кітапты жазарда Қайқауыз патша оқу мен білімге, сауда мен кәсіпке, мынау мәдениет пен өнерге, жалпы жастарды, ұрпақтарды дұрыс тәрбие жолына бағыттау саласында тереңнен зерттеп, керемет өсиетті жазып қалдырған. Бұл кітап жалпы алғанда ұрпақтарды имандылық пен инабаттылыққа тәрбиелейтін, одан кейін жалпы өнер саласын дамытудағы әділдік пен шындық, таза адалдық саласында мейірімділік, қайырымдылық, жалпы ұрпақтарды қаты жолмен дұрыс тәрбиелеу жөнінде өзінің өсиеттерін жазып, тереңнен тоқталған. Бұл енді кітап алғанда бұл тек осы бір тәрбие жөнінде емес, әлеуметтік, экономикалық жағдайларды соны түзету, қандай жолмен осындай керемет белестерге қол жеткізу туралы да терең тоқталған. Осы жерде бұл Қайқауыз патша әсіресе дін мен білімді қатар алып жүру керек деген мәселесін тоқталған. Одан кейінгі бірау саудагерлік мәселесі, алып сатарлық мәселесі, одан кейін өнер мәселесіне терең тоқталған. Одан басқа жалпы алғанда адамзат денсаулықты мықты болып, жақсы өмір сүру үшін қалай өз күтімін өзі жасау керек. Ал енді ауырып қалғанда сол дертті қалай емдеп, одан тез сауығып кету үшін мәселесінде де дәрігерлік саласында ғылыми зерттеу жұмыстары баяндалған. Бұл деген өте керемет. Одан кейінгі мәселе жалпы алғанда қалай енді айтсақ болады. Мысал үшін өзіміздің Мұхаммед пайғамбар айтып кеткен ұлағатты ұстаздарды, үлкендерді тыңдау, құрметтеу мәселесінде де осы жерде терең тоқталған. Өйткені әрбір азамат өз теңінде жүріп ойнау күлуді де жақсы көреді. Бірақ ұлағатты білімдар адамдардың қасында жүрсе, олардың сөзін тыңдаса, тәрбиесін алса, ол келешекке деген өзінің үлкен бір жақсылық нышандары байқалады. Бостан босқа айтылмаған дұға момынның қаруы. Діннің
тірегі, біліммен жермен нұрдың нұры деп осыға айтылмаған. Сол үшін ұлағатты адамдардың қасында жүріп соның тәрбиесін алатын болсақ, мұның өзі келешекке пайдасы зор. Қайқауыз патша кезінде үлкен бір мемлекетті билеген, халықтың, елдің ортасындағы беделі өте абыройлы, сондай бір мықты азаматтардың біреуі. Ол әрбір мәселені тек мен білем деген емес, айналасындағы ғұлама ғалымдармен ақылдасып отырылып, ақылгөйлермен, қарайлармен, көпті көргендермен ақылдасып отырып, алдыңғы жұмыстарына сондай бір пайдалы кеңестерін қолға алып, елмен тығыз байланысты болған. Ол өзі осы кітапты Қайқауыз патша 63 жасында келгенде өзінің баласы Гиланшақ дейді. Гиланшаққа арнап жазған. Ай, балам, мен саған енді осы не қалдырам? Мал дүние қалдырам ба? Басқа тапқаным қалдырам ба? Бірақ 63 жасқа шейін көп жыл мен осы елді биледім. Елмен тығыз байланыста болдым. Жалпы үлкендердің ризашылығына ие болдым. Қолымнан келгенше жастарға өзімнің өмірден көрген тәрбиемді бердім. Бірақ саған да осы жасқа келгенше көптеген осындай бір 60 жас өмірімде көрген жақсылығым бар, үйренгенім бар. Осыны бір саған үгіт насихат ретінде қалдырып кетейін. Осы балам, осыны сен оқып, осы кітапты өзің пайдалана білсең, саған бір септігі тиіп, дұрыс өмір сүретін болсаң, менің ойым, арманым орындалады. Балама дұрыс тәрбие бердім деп соны жазған екен еді. Оның үстіне Қайқауыз патша осы кітапты жазарда тек өзі ғана жазған емес, көптеген мынау шығыс ғалымдарымен, одан кейін көрегенді текті азаматтармен ақылдасып отырып, өзінің ойын, ғұлама ғалымдардың ойын бәрін тыңдап, мынау көзі көрген, өте ақылды біздің бабаларымыз болса, үлкен кісілер болса, олардың қасында да ерінбей, осы өмір туралы тереңнен ақылдасып отырып, осы кітапты жазған. Бұл кітап келешектегі біздің ұрпағымызға пайдасы көп тиетерін анық. Осы жерде бір жазылып кеткен, мысал үшін Алла Тағаланы қалай тануға болады? Я болмаса жер мен үйді қалай сатып алу керек? Кіммен дос болу керек? Жалпы алғанда мынау адамдарды, үлкен ұлағатты адамдарды қалай сыйлау керек? Кәсіппен жаңағы сауданы қалай үйрену керек? Білім алып, кәсіби деңгейге, өнер саласын қалай терең игеріп, осыны пайдалануға болады деген мәселе. Дос таңдау, жалпы елмен араласу, тағы да басқа көптеген осындай өсиеттердің бәрін көрген, білген жинап, осы кітап жазылған. Осы кітап 1932 жылы
бұл кітап өзі 1000 жыл алдын жазылған бұл кітап. 1438 жыл бұл түрік тіліне аударылған. 1766 жылдары ұйғыр тіліне, 1966 жылдары. Ал 1881 жылы неміс тіліне аударылған. Ал 1973 жылы бұл өзбек тіліне аударылған кітап. Өте құнды кітап. Біз өзбекше нұсқасын 1996 жылы мынау Сарыағаш ауданында Түркістан облысындағы Тұрсыналы Қажы деген ғұлама біздің бабамыз осы кітапты алғаннан кейін қазақшаға аударып, осы кітапты 1996 жылдары бірінші кезеңде кітабын шығардық. Одан кейін 2000 жылдары бұны қазақша, орысша, ағылшынша тілге аударып, осын жарыққа шығардық. Әзіргі кезде шетелден келген азаматтарға кездескенде осы кітабымызды береміз. Ағылшынша тілінде аударылған. Көптеген сол алып кеткендер, мысал үшін Европа елінен келген қонақтар, Америкадан келген қонақтар арнайы сұратып, құнды жақсы кітап екен деп оқып жатыр. Соны біз көріп, осы кітап бұл өлмейтін нәрсе ғой енді. Мысал үшін қалған нәрсенің бәрі өтеді. Бірақ өмірде өлмейтін, бізге мұра болып қалатын бұл кітап. Кітаптың құндылықтарын әр уақытта ескеріп, соның құнды жерлерін өмірге пайдаланатын болсақ, біздің жақсы өміріміз орнымен жақсы болатыны сеніміміз мол.